Достар, қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгін өте дәмді, ағзаға пайдалы, балдар сүйіп жейтін кекстің рецептін бөлісетін боламын. Дәл осындай сәбіздерден кекс жасайтын боламыз. Бұл кекс балдарыңыз міндетті түрде сүйіп жейтін болады. Тіпті мына кекстің жеген кезде оның дәмі, сәбіздің дәмі шығып тұрмайтын болады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, маған тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдыменен осындай құрғақ ыдысымызға 2 немесе 3 жұмыртқаны саламыз. Үстінен алдын ала тартып алған шекерімізді салып, оның үстіне сүтті құйып, жақсылап араластырамыз. Ешқандай да миксердің қажеті жоқ, достар. Осылайша жақсылап араластырғаннан кейін үстінен сұйық май құямыз. Сұйық майды құйып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Осы арада сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Енді қараңыздар, осы жерде, достар, міндетті түрде ұнның үстіне жарты чайный ложка разрыхлительді салып, ұнға жақсылап осылайша араластырасыздар. Ұндарыңызды міндетті түрде електен өткізіп тұрып саласыздар. Бір келкі масса болғанға дейін жақсылап тестамызды араластыратын боламыз. Достар, тестамыз дәл осындай болу керек. Ұнымыз өте көп және аз болмау керек, барлығы мөлшермен болу керек. Үккіштен алдын ала сәбізді дәл осылай майдалап өткізіп аламыз. Бұл жерде менде 3 сәбізді қолдандым. Қыздар, еш уайымдамаңыздар, кекстеріңізден сәбіздің ешқандай да дәмі шығып тұрмайды. Өте дәмді болады, балдарыңыз сүйіп жейтін болады. Әлі бұл ағзаға өте пайдалы кекс. Дәл осы рецептпен торт жасасаңыздар да болады. Осылайша жақсылап араластырамыз, достар. Осылайша массамыз қатты сұйық немесе қатты қою болмауы керек. Үйде өздеріңіз қолданып жүрген пиаланы аласыздар. Ішін міндетті түрде майлап шығамыз. Сұйық маймен немесе кәдімгі ертілген сливичный маймен де майласаңыздар болады. Бүкіл осындай пиалаларыңызды майлап шығасыздар. Пиалаңызды майлап болғаннан кейін, дайын тестамызды пиаламызды толтырмай жарты-жарты етіп салып шығамыз. Осы арада духовканы қыздырып қоямыз, қыздар. Духовкаларыңызды 180 градусқа қыздырасыздар. Кексімізді 180 градуста 45-40 минутқа жіберетін боламыз. Неге бізде осыншама кекс шықты, енді духовкаға жібереміз. Ал неке, достар, қараңыздаршы, кекс пісті, дәмі деген өте керемет болып шықты. Енді мына кексті сіздің отбасыңыз жесе, 100% ұнайды. Қонақ келген кезде де дастарханға қойсаңыздар да болады. Немесе күнделікті қолдансаңыздар да болады. Мынау қазір кішкене ыстық болып тұр, суыған кезде өзі ажыралып қалатын болады. Міндетті түрде, достар, кексті алатын кезде зубочисткамен тексеріп алып, сосын барып алатын боласыздар. Міне, біздің кексіміз қып-қызыл, жұп-жұмсақ, ешқандай да шикі де болған жоқ, дәмі деген мощный болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Данагүл маған тіркеліп, қолдап және осы видеоны достарыңызға жіберуді ұмытпаңыз.